Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен газ отта қазанның қақпағында пісіретін қазан нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Шоқта пісірілетін тандыр наннан еш айырмашылығы жоқ, жұмсақ, дәмді, әрі тез оңай дайындалады. Ең алдымен бізге 350 грамм жылы су керек. Жылы суымыздың үстіне 1 ас қасық ашытқы саламыз және 1 шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып, және 5 минуттай қойып қоямыз. Ашытқымыз толық көпіршіп ашуы керек. Құрам мен мөлшерін әдеттегідей описание бөлімінен таба аласыздар. Ал енді ұнымызды електен өткізіп, ыдысымызға осылай салып, ортасын ашып аламыз және ашытқы салынған суымызды құйып, дәміне қарай тұз саламыз. Сондай-ақ үстіне 25-30 граммдық сұйық май құйып шығамыз. Қамырымыз жұмсақ әрі дәмді болу үшін. Сөйтіп барлығын жақсылап араластырып, қамыр илеуге кірісеміз. Осылай қамырды жақсылап илейміз. Тым сұйықта болмау керек, қатты қамыр шығу керек бізде. Қамырды илеп болдық. Енді кішкене сұйық май жағып, асты үстіне жағып жібереміз және бетін жауып 1-1,5 сағат ашуға қоямыз. Қамырымыз ашыды, дайын. Енді бірінші қазанымызды қыздырып аламыз. Қазанның түбіне 6-7 қасықтай тұз сеуіп аламыз. Қазанның түбі қараймас үшін және қазанды да, қақпақты да 10 минуттай орташа отта қыздырып аламыз. Енді дайын қамырымызды осылай 3 бөлшекке бөліп, нан жасауға кірісеміз. Мен шамамен көз мөлшерімен бөлдім. Сіздер таразыға салып бөлсеңіздер де болады. Және осы дайын қамырды пищевой пленкамен жауып 5-10 минут көпсітіп алдым. Енді нан жасауға кірісеміз. Нанымыздың осылай ортасын басып, нанның формасын шығарамыз осылай. Сондай-ақ нан шеккімен нанымыздың бетін ұрғылап шығамыз осылай. Келесі бетіне аударып, жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағын келесі теріс бетіне жағып, қазанға жапсырамыз. Дәл осылай жапсырып шықтық. Мұқият болыңыздар. Қамырымыз толық жабысу керек. Енді сары уызымен бетін осылай сүйркеп, әсемдеп шығамыз. Және бетіне күнжет себеміз, не болмаса мак себуге де болады. Қызып тұрған қазанымыздың бетіне төңкеріп, баяу отта 15-20 минут пісіріп аламыз. Осы аралықта келесі күлшемізде осылай жасап дайындап қоямыз. Құрметті достар, егер видео ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Шамамен 15-20 минут өтті. Нанымыз дайын. Міне, пышақтың көмегімен қазанның қақпағынан осылай ажыратып аламыз. Келесі екінші нанымызды пісірмес бұрын мен қазанның қақпағын тағы да 10 минут қыздырып алдым. Күлшеміздің теріс бетіне жұмыртқаның ақ уысын жағып аламыз. Енді дәл жаңағы алдыңғы нан ұқсатып, қызып тұрған қақпаққа нанымызды осылай жапсырып, шет-шетін басып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, үстіне күнжут мак сеуіп, дәл жаңағы нанымыздай 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне нанымыз дайын. Бізде осындай керемет әдемі дәмді нан дайын болды. Егер менің видеом ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар және өздеріңіздің достарыңызға поделиться батырмасымен бөлісе отырыңыздар. Каналымда шығып отыратын рецепттерді жіберіп алмас үшін подписаться және қоңырау батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойсаңыздар болады. Міне осындай сүйкімді, әдемі, дәмді тандыр нанымыз шықты. Егер тандыр нанды сағынған болсаңыздар, үй жағдайында осылай жасауға болады. Құрметті достар, рецепт ұнаса, міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айнагүл.